Ассалаумалейкум, құрметті көрермендер. Бүгінгі видео тауықтарымыз жайлы болмақ. Видеоны бастамастан бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Кеше видеода айтқан болатынбыз, қандай видео керек деп. Біреулер жазып жатыр, балапандарыңыз сүріңізші деп, балапан әтештеріңізді көрсетіңізші деп. Мінекей балапан әтеш міне жүр. Так, сосын мында жүр міне. Балапан әтешіме осылай. Бұл жерде енді менде 4-5 балапан әтеш бар. Мынау әтеш па, тауық па? Ойлайсыздар. Балапан әтештер осылар. Менде пока ертең бұйыртса кішкене өссін. Менде әлі дұрыс білмей тұрмын. Мына жақта да бар. Тауық па, әтеш па нақты. Мен құйрықтарынан айырып жатырмын қазір. Балапан кезінен өзім кішкентай кезінен асырамағасын, бұларды сіздерге айта алмаймын. Мына осы әтеш, сосын манағы әтеш, мынау әтеш деп ойлап тұрмын. Артындағы да сондай ма екен. Мынау да әтеш екен. Тауық па. Өскесін көреміз, алла бұйыртса. Сосын біреулер сұрап жатыр, жұмыртқа жинағаныңызды сүріңізші деп. Жұмыртқаны мен жалғыз өзім жинамаймын. Қораны жалғыз мен қарамаймын. Тауықтарға сол себепті оны енді видеоға сұра алмаймын. Әркім кім келет, мысалы қораға жем салуға или су беру кім келет, қарайды, жұмыртқа туды ма, туған жоқ па. Жұмыртқа жатса алып кетеді. Өйткені бұрында мен андай случай болған, таңертең кешкенен жұмыртқаны қойып қойғанда тауықтар, кейбір тауықтар жұмыртқаны жеп қояды. Сол себепті мен дейді, мысалы қазір жұмыртқаны тастап кетсем, кеше ғана алып келген тауықтар жұмыртқаны жеп қоя ма, жемей ма, мен ол жағын білмеймін. Сол себепті жұмыртқаны мен деген алып кетіп жүрмін. Ол туралы видеоны бір уақыт өтіп, тауықтар кішкене үйренісіп, жұмыртқаны жемейтініне көз жеткізгеннен кейін барып, сіздерге міндетті түрде оны видеоға түсіретін боламын. Сосын индоуткалар, индоутка туралы видео түсірші депті. Индоутка туралы айтатындай ондай ештеңе жоқ. Индоутка қаз үйрекке қарағанда дауыс шығармайды. Сол себепті индоутканың жақсы жағы да бар, жаман жағы да бар. Жаман жағы су қойсаңыз, бұлар шомылып, судың барлығын жерге төгіп, сасытып, берекетті кетіреді. Сол себепті индоутканы осылай суды осындай тұсқа қойып, асырасаңыздар болады. Индоутка дейтін жұмыртқаны туады, өзі жинап басып шығарғаннан кейін өздері тоқтайтын уақыт туады. Бір ай ма, бір 2 апта ма демалады. Индоуткалар демалып болғаннан кейін қайтадан уже мекендері жұмыртқа туып бастайды. Сосын тағы қандай бар еді? Көбін жазыпсыздар, енді оны келесі видеода тағы да жауап беріп кетемін. Әзірге каналға тіркеліп, лайк басып, просмотрды көбейтіп жіберсек жақсы болатын еді. Видеоға сүргін келеді, бірақ просмотр аз. Сол себепті видеоны көп салсын десеңіздер, просмотрды көбейтуге көмектессеңіздер жақсы болатын еді. Әзірге видео осы. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар.